Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жансая. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пеште пісіруді қажет етпейтін, табада дайындалатын өте оңай торттың рецебімен бөлісемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызды саламыз, үстінен қантымызды салып, сұйық майымызды құйып, сүтімізді қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне ұнымызды саламыз. Қопсытқышымызды қосып, какаомызды салып, барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді осыны табаға құйып, екі жағын аунатып пісіріп алатын боламыз. Енді біз кремімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 20% қаймақ қажет және де сгущенка қажет болады. Жақсылап осы екеуін араластырып алып, торттарымызды жинайтын боламыз. Тура видеодағыдай етіп, кезек-кезек кремімізді жағып, үстіне бисквитімізді салып, осылай тортымызды жинап шығатын боламыз. Сіздермен болған Жансая. Менің каналыма, Instagram парақшама тіркеліп қойыңыздар. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк қойып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.